Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен брюзель жасаудың ең оңай әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін өткізіп жіберместен қараңыздар. Брюзель жасау үшін бізге фарш қажет болады, яғни тартылған ет. Тартылған етіміздің 2 ас қасығын осылай аламыз да үстіне бір жұмыртқамызды жарып, татымына қарай тұз, қара бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде сұйықтау масса пайда болады. Табамызға май құйып, осылай дайын болған массамызды құямыз және де шанышқының көбегімен жайып шығатын боламыз. Бізде блинный секілді жұқа етіп осылай жайып шығатын боламыз. Екі жағынан пісіріп аламыз. Бірінші осылай пісіріп, бетін жабамыз, бір 5-10 минуттай қоямыз, содан кейін екінші жақ бетіне аударатын боламыз. Міне бізде осылай фаршымыз піседі бір жақ беті, енді екінші жақ бетіне ақырындап жыртып алмай, бөліп алмай аударатын боламыз. Дайын болған брюзелімізді табамыздан аламыз. Тағы да бір істеп көрсетейін. Осылай 2 ас қасық көлемінде алып, үстіне жұмыртқамызды салып, татымына қарай тұз, қара бұрышымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бұл брюзельді әркім әрқалай жасайды. Бірі осылай фаршты алып, бөлек салафанға салып, жаңағыдай оқтаумен және де жұмыртқаның үстіне соны аударып деген секілді әртүрлі әдіспен жасайды. Мен үшін тексерілген және ең оңай әдіс осы әдіс. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге де жеңіл оңай болады деген ойдамын. Міне осылайша табамызға құйып, жайып, толықтай пісіріп шығамыз. Отбасы мүшелеріңіздің санына байланысты осылай бірнешеуін жасасаңыздар болады. YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, колокольчикті басып қойыңыз, яғни қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда сізге менің видеоларым алғашқылардың бірі болып көрінетін болады, және де алдағы уақытта бұдан да пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Дайын болған брюзельдарымызды осылай орап тарелкамызға қоямыз, және де мен түрік гарнирін дайындадым, яғни күрішпен және вермишельмен бірге жасалынатын түрік гарнирі. Менің YouTube арнамда бұл рецепт бар, астыға сілтемесін қалдырып кетем. Осылай кружкаға салып, әдемі көріну үшін осылай қоятын боламын. Және де ұсынатын кезде тәбет ашатындай етіп ұсынуғанды жөн көремін. Сол үшін де қызанақ және қиярмен осылай сәндедім. Бұл міндетті емес, егер жоқ болса, осылай да бере берсеңіздер болады. Өзіңіз ұнататын кез келген көкөніспен ұсынсаңыз болады. Және де брюзельді да әдемі көріну үшін кетчуп, майонезбен өрнектеп шықтым бетін. Алдымен осылай майонездің шетін қиып, осындай
узор жасап шықтым. Одан кейін үстінен кетчуппен жүріп өттім. Сонда бізде әдемі тәбет адашатындай брюзол болып шығады. Бұл міндетті емес, егер болмаса осылай да жей берсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер келесіде қандай видеолар көргіңіз келеді, оны да комментарийға жаза кетсеңіздер болады.